Сәлем қыздар, бүгін сіздермен осылай жұмсақ болып шығатын, бір дайындағаннан әдемі болып шығатын бауырсақ дайындаймыз. Құрамына айран, жұмыртқа салып, жақсылап араластырамыз. Сұйық майымызды құйып, қант, тұз, жақсылап араластырып аламыз. Дрожь қоспай, осылай керемет бауырсақ дайындайтын боламыз. Оны салдым. Сода. Жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Мінекей. Қамырды 15-20 минутқа демалдырып, осындай жұмсақ қамырды жайып, мінекей стаканның көмегімен бөліп алдым. Қызып тұрған тапамда тез-тез осылай екі бетін сап-сарғып пісірдім. Қараңыздар қыздар, өте жұмсақ, пышный болып шығады. Сіздер де осылай дайындап көріңіздер. Қамырдың ашығанын күтпей 15-20 минутта жұмсақ дәмді бауырсақ жасап, жақындарыңызды қуантыңыздар. Қараңыздар, қандай әдемі. Сап-сары жұмсақ болып шығады. Егер рецепт ұнаған болса, лайк басып, каналыма тіркеліп қолдау білдіріңіздер. Рахмет назарларыңызға.